Анам ақша сұрай береді. Аз ғұмырын рахаттанып өткізуге жағдай жасаңыз. Болған оқиға. Бір ана 10 баланы тауып өсіре алады. Бірақ кейін сол 10 бала бір ананың дұрыстап баға алмайды деген рас екен. Қазір анамыздың алдында ұятты болып отырмыз. Күтімі жоқ, жегісі келген нәрсені жей алмай, қажетті дәрі-дәрмегін ала алмай, іштен тынып жүр екен. Бір әке-шешеден алтауымыз. Әкеміз ертеректе қайтыс болып кеткен. Анамыз тірі, 76-ға келеді биыл. Бәрімізге бірде жоғары білім әпермесе де, шамасы жеткенше тәрбиеледі. Жақсы адам болуымызға, еңбектен қашпауға баулыды. Қайткен күнде де ананың еңбегі ерен ғой. Оны кейін өзіміз ана болғанда түсіндік. Бағымызға орай дейін бе, әлде керісінше ме, 4 қызда жыраққа тұрмысқа шықтық. Ең жақын тұратыны кенже сіңілім Таразға келін болған. Әйтеуір, анда-санда сол барып хабар алып тұрады. Қалғанымыз жылына бір мәрте жазда ғана төркіндейміз. Басқа уақытта бала-шағаның тірлігінен аттап баса алмайсың. Біздің маманың бір әдеті бар. Звондап телефон соқсаң бітті. Ақшаң болса аз-маз аударып жіберші. Дәрі-дәрмегіме керек боп жатыр. Пәлен күні гәбім бар еді деп сұрай береді. Басында үндемей тапқанымды салып жіберіп тұратынмын. Сөйтсем, ол менен ғана емес, басқа да сіңілілерінен де солай сұрап алады екен. Бірақ бір-бірімізге ол жайлы айтпаған соң білмейміз. Осыдан біраз уақыт бұрын мамам тағы телефон соқты. Қызым, не ғой, деп келе жатыр еді. Мама, көк тиыным жоқ, өзіме де жетпей тұр. 2 балаңыздан сұраңыз. Біз кеткен қызбыз. Күйеуімнен тығып жинағанымды беріп жүрмін. Соған да рахмет айтыңыз деп ұрсып бердім. Жарайды қызым, әуре болма, бірдеңесі болар деп телефонды қойып қойды. Бір күні мамамның ең кішкентай сіңілісі хабарласып, ұзақ әңгімелестік. Әшейінде телефон соғып іздемейтін әпкем осы жолы жағдайымды асықпай, бүге-шүгесіне дейін сұрап алды. Соңынан хабарласқан жағдайын айтып, екеуміз ағыл-тегіл жылап қалдық. Осы уақытқа дейін айтпай жүредім. Ересек адамдар ғой, жағдайды өздері білер деп. Бірақ еш қайсысын мәз бақпай жүрсіңдер. Анау әпкемнің жағдайын кім ойлайды? Байғұс әпкемнің бір пенсиясы өзіне тимейді ғой. Түскендей кредитке кетіп жатыр. Анау Асхат үйді ремонттаймын деп шешесінің атынан кредит алған екен. Онымен ол үй біткен жоқ. Ары тартып, бері тартып, алған ақшасын жоқ қылды. Кеше әпкемді іздеп бардым. Жүзі жабырқаулы. Дәрумен болсын деп алма, банан, көкөністер апарып едім. Анау Асхаттың балалары аузынан тартып жеп отыр. Көрген күнім осы. Бұлары аузын қимылдаса жүгіріп келеді, деп әпкем амалсыз жымиды. Денсаулығы жоқ, қайта-қайта ауырып қалып жатыр екен. 2 тізем жүргізбейді. Көзімде көрмей барады. Дәрі-дәрмек алайын десем ақша жоқ деп отыр. Бәрің жабылып неге емдетпейсіңдер? Қартайған шағында жерге төсек салып жатады екен. Кереуеті жоқ. Артынан барған шифонері де тозып, есіктері түсіп қалайын деп тұр. Тапқандарыңды өздеріне жұмсай бермей шешелеріңді неге ойламайсыңдар деп ұрысты. Естігенде аң-таң болдым. Әпше, біз мамама жиі ақша салып тұрамыз ғой. Оның бәрі тек өзіне жұмсап жатыр. Гәбіне береді ғой деп жылап жібердім. Содан көп уақыт өтпей төркініме жолға шықтым. Үйдің үлкені болған соң сіңілілеріме де келіңдер, қара шаңырақта бас қосайық деп бұйырдым. Біреуінен басқасы түгел жиналдық. Шынында да мамам азып, жағы суалып қалыпты. Күтімі жоқ екені көрініп тұр. Үстінде тозығы жеткен халат көріп жылап жібердім. Жағдай сұрасып, шайға отырғанымыз сол еді. Мамама біреу телефон соқты. Арғы жағынан өктемсей сөйлеген бір қыздың даусы анық естіліп тұр. Бүгіннен қалдырмай төлеңіздер деп бұйырды. Сосын артынша тағы біреу. Банктен ғой, несиенің уақыты келіп қалған еді. Соны төлеңіздер деп жатыр. Осыларға рахмет, айына 2-3 рет іздеп тұрады деп әзілдесіп күлді. Мама, өткенде ғана мен 50 мың, Лаура 30 мың салып еді ғой. Әлі төлемегенсіз бе деп ұрсып бердім. Абайдың денсаулығы болмай, белі ауырып жүрген екен. Дәріге ақшам жетпей жүр деген соң соған бердім, азғантай ақша.
Одан соның үлкен қызы жарыстан бірінші орын алып келген екен. Сүйінші деп медалін көрсетіп еді, 10 мың қыстырдым. Қолын құр қойғым келмей. Мынау Асхаттың жұмысы дұрыс жүрмей жатыр. Үйде ет таусылған. Қызылсырап қалған соң көштен бір жілік ет алғам. Оның да уақыты келіп, ақшаның жартысын соған бердім. Пенсиямның жартысы бір банктың несиесіне кетеді. Қалғанына үйге азық-түлік әпердім. Айтпақшы, Жанар қызына бесік апармақшы. Өз енесі қайтыс боп кеткен ғой. Нағашы әжесі боп ең болмаса бесігін әперейін деп 30 мың салып жібердім. Апсадай басыммен сымпиып қалай барам дегенде жылап жібердім. Сорлы анамай, өзін емес, ол қыздарының жағдайын ойлап, тапқан той-томалаққа жұмсап жүрген. Жомарттылығына бір күйініп, бір сүйіндім. Ел жұрттың көңіліне қарап, соларды ойлап, сүйкімді тамағын алып жей алмай отырғанына налыдым. Анда-санда арзымас ақша салып, оны міндет қылып отырғаныма жерге кіріп кетердей ұялдым. Сөйтіп кешкі аста жиналыс жасап, екі ініме әбден ұрыстым. Бұдан былай мамамның зейнет ақысын өзі алатын болсын. Несиені алған сендер қалай төлейсіңдер? Оған мамамның басы қатпайтын болсын. Зіңгіттей бастарымен қаусаған мамамнан ақша сұрап келуге қалай ұялмайсыңдар? Бала шағаларыңды асырай алмасаңдар, неге туғыздыңдар? Айлығың жетпесе екінші жерге жұмысқа тұр. Өлтіріл, бірақ отбасыңды өзің асыра, деп 1 сағат лекция оқыдым. Сосын бәріне, ай сайын 20 мыңнан мамама ақша салып отырасыңдар. Күніне түйіндап жинасаңдар да, сол ақша жиналып қалады. Емдетеміз. Тап қазір тыққан-пыққан ақшаларыңды шығарыңдар. Ертең базарға барып мамама спальный гарнитур әперем деп сөзімді аяқтадым. Сенесіз бе? Салық салсаң ақша да табылады екен. Шешелерінен ақша сұрап жүрген екі інімде сұраған ақшамды тауып әкеліп берді. Және бәрі бір ауыздан менің сөзіме тоқталды. Ертеңіне анамды базарға апарып, бастан аяқ киіндіріп, дәмханаға кіргізіп, сүйген тамағын әпердім. Моншаға түсіріп, массаж жасап, 1 аптамды анама арнадым. Балаша мәз боп қалды. Ел ішінде менің екі інім сияқты шешелерінің зейнет ақысына жармасатындар көп шығар. Бұл оқиға соларға сабақ болсыншы деп айтып отырмын. Ананың орны бөлек. Оның алдындағы парызымызды неше миллион берсек те өтей алмаймыз ғой. Сондықтан бермесек те өзіне тиесілі ақшаны өзі жұмсауына мүмкіндік берейікші. Аз ғұмырын рахатта өткізсінші дегім келеді.